Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен ыстық тамақтың ең дәмді әрі тез дайындалатын түрі ол французша ет, яғни мясо по-французски өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен біз фаршымызды аламыз, оған тұзын қосамыз дәміне қарай және де бұрыш қосып араластырып қоямыз. Енді біз картоп пен пиязымызды турап аламыз. Картопты осылай дөңгелек қылып және жіңішке қылып тураңыздар. Енді қызанағымызды да тура осылай дөңгелек қылып турап шығамыз. Енді өзімізге ыңғайлы ыдысымызды аламыз да ішіне картоптың жартысын саламыз. Кішкене тұз қосамыз. Және де бұрыш қосып араластырып аламыз да. Кішкене сұйық майдан қосамыз. Және де осы ыдысымызға тізіп шығатын боламыз. Достар, видео ұнап жатқан болса, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Және де қоңыраушаны басып қойыңыздар, менің жаңа рецепттерімді өткізіп алмас үшін. Алда әлі өте керемет рецепттер болады. Және де ол мен үшін өте маңызды. Енді үстіне майонез жағамыз. Енді картоптың үстіне біз жаңағы фаршымызды салып шығамыз. Фарштың үстіне тағы да майонез жағамыз. Үстіне пиязды орналастырып шығамыз. Үстіне тұз себеміз де қалған картопымызды орналастырып шығамыз. Тағы да кішкене тұз сепкеннен кейін майонез жағамыз да үстіне қалған қызанақтарымызды орналастырып шығатын боламыз.
Сіздер жаңағы духовкаға қойған кезде 200 градусқа алдын ала қыздырып қойыңыздар. Енді ірімшігімізді теркадан өткізіп аламыз. Енді ірімшігімізге майонез кішкене қосамыз да, біздің қызанақтардың үстіне орналастырып шығамыз. Енді біз бетін фольгамен жауып 200 градусқа 1 сағатқа қойып қоямыз. Арасында міндетті түрде тексеріп тұрыңыздар. Картобы жұмсақ болған кезде дайын болды деген сөз. Біздің міне французша етіміз дайын болды. Өте керемет болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздермен болған Айгерім.